Армысыздар, құрметті оқырмандарым. Әйелім мен бажамның төсектес болып жатқанның үстіне шықтым. Төреғали ажырасып кетіпті дегенге алғашында сенбеген едім. Өйткені екі баласы бар, тату-тәтті отбасы еді. Төреғалидың өзі де, әйелі Маржан да сыйласымға жақсы жандар. Аға деп сызылып тұрады. Негізі түкің де құдайы көршім болғанына рас едім. Амал қанша, олардың ажырасқанына рас болып шықты. Шымқала ысып кеткен соң отбасымды алып, Бурабайға бір апта демалып келіп едім. Алдымнан осындай өсек шықты. Жалпы жақсылықтан бұрын жамандықты алдымен дулата айтатын халықпыз ғой. Үйге келіп шешініп шайға отырғанымыз сол еді. Көршілеріміз бірінен кейін бірі сәлем берген болып келіп, төкеңнің ажырасқанын сүйінші сұрағандай қылып жар салды. Сенгің келмеген, бірақ ақиқаты сол екен. Арада бір күн өткен соң төкеңнің өзі келді. Алдымен Бурабай қалай екен, қалай демалдыңдар деп қал жағдай сұрасқаннан кейін жағдайды естіп жатқан шығарсыздар. Солай болып қалды деп күрсініп төмен қарады. Естуін естідік, бірақ өз аузыңнан естігіміз келеді. Не боп қалды? Өзгеге үлгі болатындай отбасы едіңдер ғой деді. Әйелім бажамның ашынасы болып шықты. Әйел деген қойныңда жатқан сұр жылан, байқамасаң шағып алады деп бекер айтпайды екен. Әйелім нағыз сұр жылан болып шықты деп әңгімесін бастады төкең. Әйелім бажамның ашынасы болып шықты. Үстінен түстім, ұстап алдым. Жағдайы осы, ондай әйелмен қалай өмір сүруге болады? Сіңлісі үйленіп, тойға барып келген соң әйелім кәдімгідей өзгерді. Сіңлісінің күйеуі, яғни бажам, жайлы жиі айтатын болды. Қандай көрікті жігіт, қандай іскер, сіңлінің бағы бар деп сияқты әңгімені жиі кеңірейіп отыратын. Бажам Қызылорданың тумасы, Шымқаламен екі ортасы алыс емес. Әйелім сіңлім айтып қалыпты, бүйтіп қалыпты деп Қызылордадағы жиі баратын болды. Одан көңілім ешқандай күдік келген жоқ. Сөйтіп жүріп жатты. Бажам да түрлі сылтау айтып Шымкентке жиі келгіштеді. Кейде үйге қонып, апталап жатып қалады. Тірлік жасап жатқан бала ғой деп ішімнен ойлап қоямын. Бажам келген кезде әйелім гүл-гүл жайнап кетеді. Маған пісірмейтін тамағын пісіріп, ішіп отыр, алып отыр деп ішіне түсіп кете береді. Бажамды әйелім қатты сыйлайды деп мен ішімнен риза болып жүретінмін. Сөйтсем ойлар басқа екен ғой. Мен жұмыстың адамымын. Таңертең кетіп кешке келемін. Келсем бажам керіліп диванда теледидар көріп жатады. Әйелім айналсоқтап соның жанында жүреді. Бір күні күннің ыстығы өтіп кетті ме, басым ауырып болмаған соң жұмыстан сұранып түс әулетінде үйге қайттым. Екі балам жазғы лагерьде. Үйде бажам мен әйелім қалған. Үйге келіп есікті тарсам жабық тұр. Әйелім бір жаңқа бажам болса өз тірлігімен кеткен болды ғой деген ойда есікті өз кілтімен ақырын ашып үйге кіргенім сол еді. Жатын бөлмеде жақтан бір қарбалас басталып кетті. Аяғымды шешпестен жатын бөлмеге ұмтылдым. Көзім шыға жаздады. Тыр жалаңаш әйелім халатын үстіне кие алмай әлек. Ал бажам сөйсепті беліне орап төсектен тұрып келе жатыр. Шамасы екеуі де аяқ астымен келеді деп ойламаса керек. Осылайша әйелім мен бажамды төсекте жатқан жерлерінен ұстадым. Бұндай опасыздық бола ма? Бажа емес арамза екенсің. Ақ төсегімді ойрандадың. Қатынымды арбап астыңа салдың деп бетіне түкіріп тыр жалаңаш қалпында тепкілеп үйден қуып шықтым. Салдақы осы екен ғой, сенің Қызылордадағы жиі барғыштап кеткенің. Көтің әбден қышыған екен, жезөкше. Ана ержетіп қалған екі балаңнан ұялсаң етті. Енді туғандарының ана сіңлінің бетіне қалай қарайсың, сука деп бір ұрып құлатып тұншықтырып өлтіргелі жатыр едім. Айқай-шуды естіген көршілер жүгіріп келіп ажыратты. Әйтпегенде ақ төсегімді арамдаған әйелімді расында өлтіріп тастайтын едім. Менде кінә жоқ. Ана бажаң мен арбап алдап астына салған. Басымды дулап тастады ма білмеймін. Оның айтқанын көніп дегендей істей беретін күйге түстім.
оның мойнасы болып қалғанымды білмей қалдым. Енді оны үйге жолатпа, кешір мені, төлеш, кешір деп жылап әйелім аяғыма оралды. Бірақ кешіре алмадым. Бәлкім бөтен бір еркектен жатып ұсталса, бір сәттің сезім құрбаны болған шығар деп кешірілмей едім. Бірақ бұл менің бажамның ашынасына айналып тұр ғой. Қалай кешірем? Ал бажам болса үйге келіп араласып дәм татты тұтып осындай опасыздық жасап отыр. Ол екеуін кешіруге бола ма? Жоқ. Екі баламды әкеммен қаламыз деді. Әйелімді қуып жібердім. Жүрсін енді қарабет болып. Жаным деген, адал жарым деген әйелімнің істегені мынау. Екі аяқты да бажа тату деп жатушы еді. Сөйткені бажаның жасағаны анау. Енді кімге сенерімді білмей қалдым. Жағдай осы аға деп әңгімесін аяқтады Төкең. Мен үндемедім. Тек Төкеңнің айтқанын жөн деп қостай бердім. Сіз не дейсіз оқырман? Әйелдікі түсінікті, жылы сөзге арбалып түсіп қалған шығар, ал бажаның иттік жасағаны дұрыс па? Міне, құрметті оқырмандар, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер.